Қараңыздар ағайын, Дубайда не үшін мынандай 570-тер қазір өтпей жатыр? 2018, 2020, 2019, мына 2020 жылға 570 ағайын. 25 миллион теңге. Қазіргі тұрған бағасы 25 миллион теңгеден басталып тұр. Бірақ мына машина мына жақта өтпей жатыр. Немесе Дубайда жүргенше аукционда өткізбей ақ салуға болады. Анда біз сияқты колеса сияқты бар bu жақта тоже. Сөрге салып өткізуге болады, бірақ бұл жақтан алмайды. 2020 бұларға ескі. Қазір Lexus 600-дер шығып жатыр ғой. Мынандай 570-тер уже Lexus 600-700 шығып кетті уже. 570 бұларға ескі болып саналады. Сол үшін осындай Дубай аукционға әкеп тастайды бұлар ше. Мына болмаса ұрылмаған, соғылмаған, осы жақта айдалған машина. Былай айтқанда машина дерзкий ше. Қап-қара түсте осындай әдемі. Бірақ алатын адам жоқ bu жақта, бұларды алатын адам жоқ. 570 алатын адам жоқ болған екен, енді понятно ғой. Көрдіңіздер ме? Міне. Бағасын базардан артанға беретін ағайын. 2020 жылғы Lexus 570 базарда бұл жақтың өзінде почти 40 миллион теңге тұрады. Негізі бағасын түсіре бермейді. Бұл Дубайда болсын, басқа жақта болсын, бағаларын түсіре бермейді 570-терше. Основной. Так что кімге қызық, хабарласып көрсеңіздер болады. Дәл осы вариантта бүгін ойнайды ағайын. Осы вариантта алып алуға болады бүгінге.